Жасыл шатырлы үйдің егесі Жүсіп ұзын бойлы, кең иықты келбетті кісі. Жасы 70-ті алқымдап қалған ол ешқашан жар құшпаған, бала сүймеген. Осындай өзі сұлу жүзді, өзі әнші, сері кісі неге өмір бойы үйленбей келе жатқанын үлкен кісілер болмаса жастар жағы біле бермейді. Інісінің бір қызын кішкентайынан бауырына басып өсірді. Оның әкесі де шешесі де бір өзі болатын. Қыз бала емес пе? Назгүл кішкене күннен көкесінің кіреулі көңіліне аңдап өсті. Көкесі әлденеге күлімсіреп әндете бастаса, бұл елжірей бастайтын. Кішкене кезінде көкесі мұның шашына дейін жуып, тарап өріп, ақ пантигін желбіретіп мектепке жіберуші еді. Ол кездері көп қыздың қолы жете бермейтін аппақ колготкеге дейін аудан орталығынан әкеп беретін. Назгүл кішкентай болса да өз шешесі мен көкесін жиі салыстыратын. Бір нәрсе сұрай қалса дұрыстап жауап беруді де білмейтін мінезі шәлкестеу шешесі мұны таяқтай жөнелейтін. Сылдыр салақ анасы қайнағасының үйі тұрмақ, өзінің үйінде дұрыстап жинай алмайтын еді. Есіктен төрге дейін шашылып жататын өз үйінен гөрі Назгүл көкесінің үйін артық көреді. Көкесінің үйі қашанда тап-таза, әйелі үй жоқ демесеңіз, көкесі істің көзін таба білетін. Назгүлдің үсті-басы тап-таза, тамағы тоқ. Көкесінің ықпалымен мектептегі сабағында кілең-беске оқыды. Бой жете бастаған Назгүлді көкем неге үйленбеген деген сауал жиі мазалайтын. Осындай қамқор мейірімді көкесінің жалғыз жүргеніне өзінің ұл қызы болмағанына іштей күйінетіндей еді. Бірде көкесінің ескі альбомын қызықтап қарағаны бар. Сол кезде қап-қара шашын екі бұрым етіп өрген, көздері мойылдай қара, сұлу бір қыздың суретіне көзі түсті. Назгүл әлгі бейтаныс қыздың суретіне ұзақ үңілді. Әдемісін-ай, бұл қыз көкеме кім болды екен? Кімнен сұрасам екен? Назгүлдің көз алдына әлгі альбомдағы қыз кетпей тұрып алды. Қыздың суретін біреуге көрсетіп, кім екенін сұрап білгісі келгенімен ыңғайын таппады. Арада 2 күн өтті. 3-ші күн кешкі тамақтан соң Назгүл ескі альбомды тағы да қарағансып отырды да, көке, мына қыз кім? Өзі сондай сұлу екен деп сұрады. Көкесі суретке жалт қарап, өңі біртүрлі болып, жай ғана ауылдас қарындасым, Айғаным ғой, жас кезінде естелікке берген болатын деді. Назгүл бұдан әрі қазбалап сұрауға батпады. Алайда қыз жүрегі әлде бір құпияны сезгендей болып, Айғаның суретіне тағы да бір қарады да альбомды жапты. Ертеңіне сурет жайлы бекер сұраппын ғой, көкеме қиын болды деп қатты өкінді. Себебі сол күні көкесі таңға дейін ұйықтай алмай, дөңбекшіп күрсініп шықты. Жүсіп сол күні таңға дейін көз ілген жоқ. Қыз Айғанымның суретін көрсеткен кезде-ақ жүрегінің түбінде пәлен жыл қатып қалған шері лықсып кеп тамағына тығылды. Жап-жас Назгүліне не айта алсын? Бұрындары жастау кезінде іштегі қайғы шерін әнмен сыртқа шығаратын. Жалғыз өзі отырып домбырамен халық әндерін шырқағанда қосыла алмай арманда қалған ғашығы сол баяғы жас күніндегідей көз алдына келетін. Аяғын еркелей басып, сыңғырлай күліп, шолаң шашының ұшын ұстап, өзіне наздана қарап тұратын Айғанымның бейнесі де ән аяқтала бере зым-зия жоғалатын. Ғұмырында тек соны сүйіпті. Бір сол үшін 20-дан енді асқан шағында азап тартыпты. Өкініш өзегін өртегенмен жастық шағы қайта келе ме? Қайта оралса әкесі мен анасының сөзіне құлақ асып, ал деген баршынның алып, ұл-қыз сүйіп отырар ма еді? Адамның тағдыры анасының құрсағында жатқанда жазылып қойса, мұның әйелсіз ұрпақ сүймей өтуі пешенесіне жазылғанында. Құдай басқа салды, бұл көнді, көнбегенде қайда барады? Талай рет елден жыраққа, көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғысы келген. Жүрегі құрғыр Айғанымды қимайтын. Оның аман саулығын біліп, сырттай болса да көріп жүргісі келді. Оның үстіне інісінен де жалғыз қалдырғысы келмейтін. Анасы қайтқалы үлкен үйдің берекесі кеткендей болды. Үй уақытылы жиналмай, кір апталап жиналмай үйіліп жатады. Бейшара анасы осы келінің жаман қылықтарын жасырып келген екен-ау. Қалай дүниеден көшті, келінің де арты ашылды. Анасы барда үйінен қонақ айырылмайтын еді. 40-нан кейін-ақ келінің қабағына қарағандар келуді сирете бастады. Енесі барда қайнаға деп сыйласып жүретін келін келе-келе бар өнерін шығара бастады. Бір кесе кеспе көжесінің өзін
төгіп шашып зорға беретін болды. Кей күндері тамақ істемей бүрісіп жатып қалады. Ондай күндері інісі екеуі қазан көтеріп, басқаларды тамақтандырып, төсектеріне жатқызатын. Әйелінің жаман қылықтарына төзбеген күні інісі оны сабап талушы еді. Жүсіп араға түсіп жүріп екеуін айыратын. Інісін сабырға шақырып, шыдамды болсайшы, әйеліңе ақыл болса, анамыз бардақ елге сыйлы келіндердің қатарына қосылар еді ғой. Сен мұны ұрып жеңе алмайсың. 4 баланың анасы ғой, сабыр сақта. Құдай мен сияқты жалғыз қалғаннан сақтасын. Енді балаларың үшін бәріне көз жұма қара, кешірімді бол деуші еді. Інісіне ақыл айтқанымен өзі туған үйіне анасының жылына дейін шыдады. Соқа басы сопайып жүргені тек анасының арқасы екен. Қабағы кіржиіп ашуланса, балаларын таяқтың астына алатын келінмен алыстан сыйласпаса болмайтын анық түсінген соң бөлек шыққысы келді. Әке-шешесі көзі тірісінде үлкен үйдің жанынан шағын үй көтеріп төбесін жаптырып қойып еді. Басқа шипыр табылмай сол үйдің шатыры жасыл шипырмен жабылған болатын. Көп күтпей-ақ сол ерекшелеу үйдің иесі Жүсіп атанды. Бөлек шығарында інісі мен келініне сендерден бір-ақ тілегім бар. Менің атыма Назгүлді жаздырып беріңдер. Өзім мәпелеп өсіремін. Алла бұйыртса оқытып, өзім қолымнан ұзатамын. Туғалы өзім қарап келем ғой, деді. Аға, сіз не десеңіз сол болады. Назгүл сіздің қызыңыз. Алайда жалғыз өзіңіз ол үйде не істейсіз? Әлде үйленбек ойыңыз бар ма? Інісінің соңғы сөзін естігенде Жүсіп ашудан қып-қызыл болып кетті. Сенің есің дұрыс па? Маған кім тиеді? Әлде ағаңды кекетіп мұқатып тұрсың ба? Басқа білмесе де менің жайымды жалғыз бауырым сен білуші едің ғой. Жақып үндемей төмен қарады. Ағасын қатты ренжітіп алғанына өлердей өкініп қалды. Жазылмаған жарасын тырнап жіберді-ау ағасының. Мұншалықты ақымақ болар ма? Аға, ақымақ ініңізді кешіріңіз. Кешіріңізші. Осы кезде есік ашылып, кішкентай Назгүл тоңпаңдап ішке кіріп, көке, жүріңіз далаға шығайықшы, мен атқа мінгізіңізші, деді. Жүсіп Назгүлді түк көтеріп алған күйі сыртқа беттеді. Інісіне бұрылып та қарамады. Сол күні ол өзі мен Назгүлдің бар киімін, кейбір аса қажетті заттарды алды да бөлек шығып кетті. Екі үйдің ортасына тек ағаш шарбақ бөліп тұр. Назгүл екі үйдің еркесі, екі ортада ойнап жүреді. Бірақ көкемнің қызымын деп Жүсіптің жүрегін жібітіп, одан бір елі ажырамайтын болды. Жұртта қызық қой. Жүсіптің жалғыз өзінің бөлек шығып кеткенін біраз әңгіме етіп, сан-саққа жүгірте бастады. Жүсіп бөлек шыққан күннің ертесіне-ақ ауылдың сөзге үйір әйелдері бұл бекер емес. Оңаша үйде жалғыз еркек не істемек? Оның тамағын кім істейді, кірін кім жуады? Күйеуі қайтыс болған жібекпен байланысы бар-ау. Әнекүн ат-арбасымен оның үйіне шөп әкеп бергенін біреулер көріпті. Енді жібек те Жүсіптің үйін тазалап тамағын істеп тұратын шығар деп сырттай томпішті. Біраз уақытқа дейін аңдығандары Жүсіптің үйі болды. Тіпті бір нәрсе сұрағансып үйіне кіріп шыққандары да бар. Ертесіне-ақ Жүсіптің үйі туралы әңгіме ауыл ішінен желдей тарады. Ойбай, несін айтасыңдар? Жүсіптің үйіне Гүлсім барса тамақты өзі істеп жатыр екен. Үйінің іші тап-таза дейді. Ыдыс аяғына дейін жылтырап тұр екен. Әйелі жоқ үйге мүлдем ұқсамайтын көрінеді. Соған қарағанда оның үйін түнде біреу келіп жинап кірін жуып береді-ау. Әлде баяғы ғашығы ма екен? Кім білсін? Сол үшін жастай қор болып жалғыз қалған жоқ па? Бәлкім аяп көмектесіп жүрген болар. Бұл әңгімеге көп өтпей Жүсіптің де құлағына жеткен. Естіп күлгенде қойған. Кімнің аузына барып қақпақ қоясың? Үсті басын таза ұстауды, үй жинауды бала кезінен бастап біледі емес пе? Үйдің үлкені болған соң анасына көмектесіп, тірліктің бір жағын алып жүруші еді ғой. Інісі екеуі үйдің даланың жұмысы демей-ақ атқара беретін. Қарындасы жастай шетінеп кеткен соң інісі екеуі қалды. Үйде қыз бала жоқ. Әкесі мен шешесі ала жаздай егіннің басында қауын-қарбыз егеді. Үйге қарауды Жүсіпке тапсыратын. Сонда бәрін үлгеруші еді. Сабағында жақсы оқып, Малжанға да қарап ата-анасын қуантып жүретін. Мектеп бітірген соң әскерге кетті. Әскерде жүргенде сүйген қыздарынан хат алып жататын, құрдастарына қатты қызығатын. Өзі әскерге дейін ешкімге ғашық та болмапты. Көршінің кекілді қызын сырттай ұнатып жүруші еді. Әскерден келген соң көңілімді білдіремін деп армандайтын.
бір күні інісінен хат алып әлгі көрші қыздың көрші ауылға күйеуге шығып кеткенін оқып көп күндер мұңайып жүргені бар. 2 жыл 2 күндей болмай өте шығып, ауылға сымға таратқандай таралып келгенде кластас қыздары танымай қалып еді. Өзі сымбатты, өзі әнші Жүсіп кімге көз салып, жүрек сөзін айтар екен деп іштей бәрі дәмеленетін. Жүсіп Айғаныммен ойда жоқта танысты. Бірде ауыл шетіндегі тойға барып, атын тұсап жіберіп, көк майса құраққа 2 қолын жайып жіберіп, шалқасынан түсіп, сәулем-ай деп бар даусымен әндетіп жатқан. Бір кезде дәл төбесінен төніп тұрған жап-жас сұлу қызды көріп, орнынан тұра алмай тыпырлады да қалды. Зорға дегенде оң қолымен жерді тырмап тұрды. Дәл жанында бұрын көрмеген бейтаныс бейне, қарақат көзді жәудіреп тұр. Жүсіп тілін жұтып қойғандай болып, жас сұлудың жүзіне қарап көп тұрды. Жүсіп әлі де қарап тұра берер ме еді, үнсіздікті қыздың сыңғырлай шыққан дауысы бұзды. Әкемнің атын іздеп жүр едім, шілдерін үзіп кетіпті, көзіңізге түспеді ме? Жоқ, деді Жүсіп тұтық басы бар адамға ұқсап зорға сөйлеп. Ол өзінің жүрегінің торға түскен торғайдай тыпырлап тұрғанын анық сезді. Есіл дерті мына тоғайға ешқашан көрмеген сұлу перизаттың қайдан келе қалғанын білу. Бір кезде батылданып қызға, менің есімім Жүсіп, мына ауылдың баласымын, әскерден жақында келдім, сен қайда тұрасың? Біздің ауылдан бұрын көрмеген сияқтымын деді. Мен мына бөлімшеде тұрамын, есімім Айғаным, басқа ауылдан көшіп келгенбіз, әкемнің жұмысына байланысты. Малдарымыз жерсінбей жүрме жиі жоғала беретін болды. Жарайды, әкемнің атын табуым керек тезірек деген қыз кетуге ыңғайланды. Жүсіптің қызы жібергісі жоқ. Жүр, бірге қарайық, тоған жақта жүрген болар деп жол бастай жөнелді. Айтса айтқандай дәу төбелет туған жақта жайылып жүр екен. Айғаным бұған рахметін айтып, атын жөнелтіп үйіне қайтты. Жүсіп біраз жерге дейін еріп барды. Ойы қыздың үйінің қай маңайда екенін көру еді. Қыздың аппақ ашық маңдайы, қос өрім етіп өрген ұзын шашы, әсіресе жәудірей қараған мөлдір қара көздері Жүсіптің есінен күндіз-түні шықпайтын болды. Түнге қарай қызды әке-шешесі үйінен шығармайтын біледі. Өзі бір үйдің әлпештеген жалғыз қыз екен. Айғанымды тағы бір рет көрсем деген аңсар жүрегін қозғаған алапат бір сезім Жүсіпке ұйқы бермейтін болған. Оны белгісіз бір күш Айғанымды алғаш көрген жерге тоғайға жетелей беретін. Күн сайын тоғай жақты бір шайлап қайту әдетіне айналды. Жүсіп өзінің Айғанымға ғашық болып қалғанын ұқты. Қараптан қарап отырып, күйзеліп еш нәрсеге зауқы соқпай қалды. Есіл дерті Айғаным, бір көріп тілдесу. Бұл кезде жас қызды да махаббат жалыны шарпып жатқан еді. Көз алдынан көгалда шалқасына жатып, ән айтып айтқан Жүсіп кетпей қалған. Өзі сымбатты, өзі әнші жігітті ұнатып қалған сол күн-ақ сезген. Қайта көрсем ғой, тілдессем ғой деген ой Айғанымға маза бермейтін болды. Екі жастың тілеуі арада апта өткенде орындалғандай болды. Тағы да сол әкесінің аты шілдерін үзіп тоғайға қашып кетіпті. Аттың жоқ екенін көргенде Айғаным қатты қуанды. Жүрегі дүрсілдей соғып атты іздеген болып, тоғайдың ішіне ене берген. Ол бүгін Жүсіпті көретініне сенімдеді. Ал Жүсіп болса, дәл сол күні Бозторғайдың шырылымен бірге оянған еді. Көз ашқаны сол Айғанымның бейнесі келіп тұра қалды. Ойша қызбен тілдесіп төсегіне бір сағаттай жатты. Қиялын еткен жүйрік Айғанымды үйіне келін етіп түсіргенін, апасының қолына кәмпит ұстатып жүгіріп қуанып жүргенін, достарының келіншегінің сұлу екеніне таң қала қарап қалғанына дейін көз алдына елестете бастады. Апасы таңғы шайға шақырғанда Жүсіп қиялмен ат үстіндегі Айғанымды қуып жетіп, бетінен сүймекке ұмтылып жатыр еді. Таңғы шай үстінде әкесі бұған соңғы уақытта шаруаға қырсыз болып жүргенін ескертті. Жақын күндері қауынның да пісіп қалатынын, жұмыстың көбейетінін айтып тоқтағанын әкесінің сөзі Жүсіпке баяғыдай әсер ете қоймады. Ол әлі Айғанымды ойлап отыр еді. Орнынан тұрып үйіндегі майда-шүйде жұмыстарын тез бітірді де тоғайға қарай құстай ұшты. Айғаным алғаш көрген жерде мұңая жан-жағына көз тастап отыр екен. Екі ғашық көзбен ұғысты. Тоғайда кездескен екеуі бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды.
Бұл жолы Жүсіп батылдық танытып өзінің ғашықтық хәлін жеткізді. Айғанымға ынтызар екенін, қыз қаласа өмірлік жар ететінін ұқтырды. Айғаным ұялып қызара төмен қарады. Тек сүйріктей саусақтарымен шынар ағашын сипай берген. Жүсіп қыздың қолының үстіне қолын қойып, сөзім сөз, сертім серт Айғаным, сенен өзгені жар етпеймін деді. Қыз жігіттің көзіне тік қарады. Шын жүрегімен айтып тұрғанына сенді. Кенет өзінің жоқ іздеп жүргенін еске түсіп, тоған жаққа жүгіре жөнелді. Айғаным атын тапса да, тоғайдан кеткісі келмей Жүсіпті қимай көп тұрды. Екі жас ертең кездесетін болып уәделесіп тастаған. Ертесіне Айғаным да Жүсіп те тоғайға ат мініп келді. Екеуінің ойы ел көзіне түспей алысқа барып сырласу. Жүрегі жалындаған екі жасқа құстың сайрағаны да, жапырақтың сыбдыр қаққаны да, судың сыбдырлай аққаны да қуаныш. Ғашығының сыңғырлай шыққан үніне елтілген Жүсіпте еш жоқ. Дәл сол кезде Айғаным жердің шетіне кетейік десе де еріп кетуге даяр еді. Бір кезде анам іздеп қалар деген Айғаным кетуге ыңғайланды. Жүсіптің ойы қыздың аппақ бетіне бір өбу. Ақыры шыдай алмай бұрыла берген Айғаның бетінен бір сүйіп алды. Қып-қызыл болып ұялып кеткен қыз бетін алақанымен сипап тұрды да, есіне әлдене түскендей, осы сіздің руыңыз қандай деді. Менің руым шалқып отырған Жүсіп руын мақтанышпен әндете созып айтты. Ал Айғанымның көзі шарасынан шығардай болып, сіз маған аға болады екенсіз ғой, аға деп кейін шегіне берді. Ғашықтық Жүсіптің есін алды. Айғанымның өзі рулас екенін білсе де, одан бас тарта алмады. Оған деген сезімі күннен күнге өршіп, жанында жай таптырмай қойды. Айғанымға біз әлдеқашан 7 ата түгілі 14 атадан асып кеткен екенбіз. Көр де тұр, әкемді көндіремін, сенің әкеңнің алдынан өтеді, біз қосыламыз деп сендірді. Айғаным да Жүсіпке ғашық еді. Ол қасында тұрса да, жоқ болса да егіліп жылай беретін. Жүсіп екеуін айырып жіберетіндей қарақат көзі жәудіреп, іштей қайғы жұтатын. Көп кешікпей-ақ екі ғашықтың тоғайда оңаша кездесіп жүргенін естіген Айғанымның ағалары Жүсіпке қарындасымыздан аулақ жүр, әйтпесе мерт боласың деп ескертті. Жүсіптің әке-шешесінің ол кездері көзі тірі, ұлының рулас қызбен кездесіп жүргенін естіген күні-ақ әкесі егіс басынан түтігіп жеткен болатын. Есіктен кірген бойда алаңсыз отырған Жүсіпті жон арқасынан қамшымен тартып жіберіп, иттің ғана баласы, сен не білдіріп жүрсің? Құз құрып қалғандай рулас қарындасыңа қырындап жүргенің қалай? Тоқтат жүрісіңді. Мен елге қара бет етейін демесең, біздің ру бір-бірімен ешқашан қыз алыспайды. Осымен сөз бітті, жоғалт көзіңді деген әкесі. Жүсіп әкесін жақсы білемін деуші еді. Әкесінің қатты ашуланғанын, қаһарланып кеткенін көргені осы. Әкесіне еш сөз қайтара алмай, жүрегі өртене үйінен шықты. Анасы сыртта жылап тұр екен. Мұны көріп, балам-ай, бір нәрсеге ұрынып қалмашы, ұмытшы ол қызды. Қыз көп қой, анау десең көкеңнің қызы баршында бой жетіп отыр. Әп-әдемі, мақұл десең құда түсек деп бауырына басты. Апау, мені түсінші, маған Айғанымнан басқа ешкім керек емес. 7 атадан кейін қыз алысуға болады екен ғой, мен сұрастырып білдім. Боз бие сояды екен, ал біз тіпті 14 атадан әлде қашан асып кетіппіз. Бізге үйленуге рұқсат берсін, айтшы әкеме, Айғанымның әкесіне барсын деді Жүсіп. Бос сөзді қой, Айғанымды ала алмайсың. Енді ашуына тие берсең, әкең сені ұрып өлтіріп қояды. Болмаса ел арасы бөлінеді. Бізді жерге қаратпа балам. Айғаным да біреудің бетіне қараған жалғыз қыз екен. Сүйекке таңба түсіресіңдер. Қанша жақсы көрсеңдер де ақылға келіңдер деп анасы Жүсіпті алған бетінен қайтармаққа бекінді. Не керек, сол түні әке-шешесі ұлдарын ортаға алып уәдесін алды. Қойдым, ұмытамын Айғанымды. Тек ертең соңғы рет оған жолығып, бәрін түсіндірейін, мені кінәламасын деді Жүсіп. Айғанымды соңғы рет көріп қоштасамын деген Жүсіп одан бас тарта алмады. Ғашықтық дертіне шалдыққан екі жас тоғайда кездесіп, бірге қашып кетпекші болып жоспар қылды. Бұл хабар Айғанымның әкесінің інілеріне де жетті. Ашу ыза кернеген олар екі ғашықты күшпен айырады да Жүсіпті бас көздемей тепкінің астына алады.
әсіресе сені желпілдетіп жүрген мына жерің ғой. Бір жола сағыңды сындырайық деп әбден құтырып көздері қанталаған жігіттер екі жұмыртқасын езіп тастайды. Жүсіп есін ауруханада бірақ жинаған. Қайта-қайта операция жасалынып, өзі әупірімдеп зорға тірі қалған еді-ау. Кейіннен дәрігерлер болған жайды айтып, өкініш білдіреді. Жүсіп ешкімге көз жасын көрсетпей еңіреп жылады. Енді айғанымсыз өмір сүрудің керегі қанша? Оның үстіне еркек болмасам деп өкірген. Уақыт ұлы емші екен. Содан бері қаншама жыл өтті. Бұл әрі тірі жүр. Айғаным бүгінде ұл қыз өсіріп немере сүйіп отыр. Жүсіптің қиын жағдайда ұшырағанына сол кездері айғаным да қатты қиналған. Өзін әкесі ерексіз ұзатқанда жүрегі қан жылаған. Жұрттан Жүсіптің халін естіп, көкірегі шерге толып егілетін. Жүсіптің ешкіммен сөйлеспей, томаға тұйық болып, төсекке таңылып жатып қалғанын естіген соң, айғаным өзінің бір суретін, орамалын, халатын Жүсіпке беріп жіберген. Содан ғана жүрегінде жылылық оянған Жүсіп, айғаным мені ұмытпаған екен ғой деп, беті бері қарап тәуір бола бастайды. Әлгі альбомдағы Назгүлдің қайта-қайта қарап жүрген айғанымның сол суреті. Орамалы да, халаты да Жүсіп жасырын жерге тығып қойған. Айғанымнан басқаны ол сүйген де емес. Кейде іші толып әнде айтып, ғашықтық жайлы әндер айтқанда Жүсіптің даусында діріл пайда болады. Іштегі сағыныш, мұң әнмен бірге сыртқа шығады. Бұндайда жұрт, қайтсын енді, Жүсіп Зылихасын іздеп жатыр ғой дейді. Ал шынында Жүсіп айғанымын іздейді. Сүйгені әлде қашан біреудің жары болып кетсе де, сол баяғы жігіт кездегідей оны аңсап көргісі келеді. Бірақ Жүсіп қанша қиналса да, айғаным бар жерге аяқ басқан емес. Хабарын тек сыртта естиді. Қайғысына күйінеді, қуанышқа сүйенеді. Жас кезінде мұншалық білінбеген екен. Жасына жас қосылған сайын өзінің рулас қарындасына ғашық болғаны. Сол үшін сүйегіне таңба түсіп, таяқ жегені жанын жегідей жейтін болды. Өзі де ел ағасы жасқа келсе де, үлкендер отырған жерде батып сөз айта алмай, шегіншектей беретін. Соңғы уақытта ауылдың үлкендері Жүсіптің жастық шағында жіберген қателігін бетіне баспай, жалғыз қалған еркектің өміріне аяушылықпен қарайтын. Ол отырған жерде баяғы әңгімелерді қозғамайтын. Жүсіп сонда да өзін қоярға жер таппай кетуші еді. Содан болар көбіне үйден шыққысы келмей, шақырған жерге де сирек барып жүрді. Жүсіптің осылай қиналып жүргенін айғанымның қарт әкесі де көретін. Жүсіптің өмір бойы қызын ғана сүйіп, жалғыз қалған жанына да батушы еді. Қайтыс боларының алдында қарт көп ойланды. Құпияны ашқан жөн бе, жоқ па? Көп ойланған қария ақыры Жүсіпті шақыртқан. Айғанымның әкесі нашарлап, дем жетпей қиналып жатыр екен. Мұны көргенде тамағы қарлығып, үзіп-үзіп зорға сөйледі. Жақын отыр шырағым. Ажал алқымнан алғанда пенде байғұс біреуге жасаған қиянатын ойлап аласұрады екен. Біз де саған қиянат жасадық, өміріңді өксіттік. Шындықты сол кезде айтқанда сен айғанымға қосылар едің. Себебі айғаным сенің рулас қарындасың емес, ол менің қарындасымның қызы. Әйелім ұзақ уақыт бала көтермей жүрген соң, қарындасымның аяғы ауыр кезінде қасында болып, айғанымды туа салып бауырына басып еді. Бұл құпияны әйелім екеуміз және айғанымның әке-шешесі 4-ақ адам біліп едік. Елден көшіп кетіп, осында қоныс аударып келген себебіміз де осы еді. Сен қызыма ынтызар болғанда балалық қой, әлі-ақ ұмытып кетер деп едім. Ақыры мынандай жағдайға душар болдық. Енді өлер шағымда екеуіңді қоспағаныма өкініп барамын. Кеш мені қарағым. Қарттың даусы үзіліп кеткендей болды. Кештім ата, кештім деген Жүсіптің даусы тарғылданып шықты. Іші алай-дүлей өртеніп жатқандай. Сыртқа шығып ақ деп күрсінгенде көкірегі қарс айрылғандай болды. Ащы өкініш өзегін өртеп тоғайға қарай жүгірді. Арада 40 жыл өтсе де, айғаныммен кездескен жерін ұмытқан емес. Тура сол жерге барып ағыл-тегіл жылады. Жасым келгенде қарындасыма ғашық болған қарабет болып, еңсемді көтере алмай жүретін. Бүгінгі естігенім өтірік пе, шын ба? Қарындасым болмасаң қосылуымызға да болады екен-ау. Бізді айырған, мені мәңгілік мүгедек еткен адамдарға не дейін? Лағнет айтайын ба?
осылай деген жүсіп теңселіп кетті. Ол үйіне қас қарая бірақ қайтты. Ауылға жақындай бергенде ой бауырымдаған азалы дауысты естіді. Айғанымның әкесі Бақиға аттанған екен-ау, қой барып көңіл айтайын деген жүсіп қаралы үйге бармаққа кері бұрылды. Оның бар ойы Айғанымды көру еді. Әлдеқашан бәйбіше болған Айғаным мұның жүрегінде мәңгілік жас қалпында қалған. Әкесін жоқтап аңырап отырған Айғаныммен бұл да көрісті. Айғанымды көргенде жүсіптің жүрегі езіліп кеткендей болды. Қолы жетпей қалған ғашығының әжім тұрлаған жүзіне қарап еңкілдеп жылады. Қорлыққа душар еткен адамның қазасы үшін жүсіп неге соншалық жылап жатыр деп жұрт қатты таңданған. Олар жүсіптің жүрегінің өкініштен тілім-тілім болып жатқанын қайдан білсін? Тек бір адамды ғана сүйіп, ғұмыр бойы жалғыз өту мұның маңдайына жазылған екен ғой. Жұрт не десе де ақ босағасын Айғаным аттамағаннан кейін басқа адамға бұл үйде орын жоқ. Әйелі жоқ үйдің егесі жүсіп жалғыздықтан қорықпайды. Жалғыздық оның жан досына айналғалы қашан. Жалғыз жатады, жалғыз тұрады. Жүсіптің жалғыз қалуына кім кінәлі?